Сәлем достар, бүгін біз екінші сабақтың тақырыбын қарастырамыз. Бұл сабақта біз жобаның басталуына әсер ететін факторларды талқылаймыз. Сондай-ақ жобалардың ұйымның даму стратегиясындағы орнын да қарастырамыз. Әрине, алдыңғы тақырыпты еске түсіруіміз керек. Мен үміттенемін, сіздер бәрін оқып шықтыңыздар, яғни жобалық және операциялық қызметтің ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай екені. Жоба дегенне, жобаны басқару дегенне, жобаларды басқарудың халықаралық стандарттары қандай, тройной шектеулер дегенне және олар қалай аталады, деген не екенін де қарастырамыз. Бұл жобаларды басқару институт, американдық стандарт, ол әр 4 жыл сайын жаңартылып отырады. Сонымен қатар жобаларды басқарудың негізгі стандарттарын, ұлттық стандарттарды ұмытпаған жөн. Жоба қалай пайда болады деген сұраққа жауап берейік. Жоба идеядан басталады, кейін біз жоба үшін қандай құралдар мен әдістерді қолданатынымызды ойластырамыз. Осылайша біз жоба уақытын, мазмұнын және құнын басқаруды жоспарлаймыз. Жобаның жүзеге асырылуы үшін қажетті технологиялық құралдарды қолданамыз. Ал компанияның құрылымында операциялық қызмет, тұрақты жұмыс істейтін қызмет түрлері бар, және жобалар портфолиосы мен бағдарламалары да болуы мүмкін. Бұдан кейін стратегияның жобаларға қалай әсер ететінін талқылаймыз. Жобаны бастамас бұрын компанияның миссиясын анықтау қажет. Миссия біздің не үшін барымызды көрсетеді. Одан кейін компанияның құндылықтары анықталады, яғни біз үшін не маңызды. Біз қандай құндылықтарды клиенттерімізге ұсынатын боламыз. Жоба әлеуметтік жобалар болуы мүмкін. Идея туындағанда біз не үшін бар екенімізді және біз үшін не маңызды екенін түсінуіміз керек. Жоба бірегей процестер жиынтығынан тұрады, олар басталу мен аяқталу арасындағы үйлестірілген әрекеттерді қамтиды. Жоба басталғанда біз оны бақылаймыз, аяқталғаннан кейін жоба құжаттамасы шығарылады. Программа бұл бірнеше байланысты жобалардың тобы, олар компанияның стратегиялық мақсаттарына сәйкес келеді. Егер біз компанияның мақсаттарын анықтап, оның қаншалықты ауқымды және заманауи екенін түсінсек, біз одан әрі клиенттерді қалай тартатынын біле аламыз. Сол себепті егер программа болса, онда портфель жобалар болады. Жоба табысты болу үшін біз оның 3 негізгі критерийін ескеруіміз керек: уақытында аяқталу, белгіленген бюджетке сәйкес келуі және тапсырыс берушінің қанағаттану. Жоба аяқталған кезде оның уақытында аяқталғанына, бюджетке сәйкес келетініне және тапсырыс беруші қанағаттанғанына көз жеткізу керек. Жобаларды басқарудың нақты нәтижелерін бақылап, қажет болған жағдайда жоспарды өзгертуге дайын болу керек. Жобаларды басқару процесінде біз әртүрлі құралдар мен әдістерді қолданамыз. Жоба басталғаннан кейін біз оның орындалуын және басқарылуын бақылап, қажет болған жағдайда түзетулер енгіземіз. Проекті басқарудың барлық осы процестерінде біз түрлі факторларды ескеруіміз керек, соның ішінде сыртқы және ішкі факторларды. Сыртқы факторларға заңнамалық талаптар, халықаралық стандарттар, әлеуметтік-экономикалық жағдайлар мен бәсекелестік орта кіреді. Ішкі факторлар ұйымның құрылымы, корпоративтік мәдениет, инфрақұрылым және ішкі коммуникацияларға әсер етуі мүмкін. Жобаның өмірлік циклі оның концепциядан бастап жеткізілу, өсу, жетілу және өндірістен шығарылуына дейінгі барлық фазаларын қамтиды. Әрбір жоба өзінің кезеңдерінде әртүрлі өзгерістерге ұшырайды, соның ішінде жоспарлаудан бастап орындалуға, кейін мониторинг пен бақылауға дейін. Жобаны аяқтағаннан кейін біз оның мақсаттарға жеткенін және барлық міндеттердің орындалғанын бағалаймыз. Прошу прощения за недоразумение. Я перевел только часть текста. Сейчас постараюсь перевести всю оставшуюся часть. Жоба басқару әдістері мен тәсілдері де түрлі болуы мүмкін. Мысалы, классикалық әдіс бұл су ағып өту әдісі, яғни бастапқыдан соңына дейін бір бағытта жүреді. Ал адаптивті әдіс болса, жобаға өзгерістер енгізілуі мүмкін. Жобаның бірнеше бөлімін алдын ала тексеріп, нақты нәтижелерді көрсетіп, қажет болған жағдайда қайта өңдейді. Инкременталды әдіс жобаны бөліктерге бөліп, әрбір бөлігін жеке-жеке шешіп, біріктіру сияқты жұмыс істейді. Жоба өмірлік циклі бірдей болуы мүмкін, бірақ оның жүзеге асу әдісі өзгеруі мүмкін. Жобаны басқарудың маңызды кезеңдерінің бірі оның құнын анықтау. Жобаға ықпал ететін сыртқы және ішкі орта факторларын да ескеру қажет. Бастапқы кезеңде сіз жобаның құнын және оның мүмкін болатын әсерлерін анықтайсыз, сонда ол кейінгі даму кезеңдерінде маңызды болады. Егер жобаның барлық шарттары мен көрсеткіштері бекітілсе, осы уақытқа дейін жобаға өзгерістер енгізу қиын болады, өйткені жобаның құны мен уақытында өсуі мүмкін. Өмірлік циклдің басқа кезеңдерінде жобаны басқару процесінде түрлі құралдар мен әдістер пайдаланылады. Жобаны бастау үшін алдымен сараптамалық бағалау жүргізіледі. Бұл процесс үшін тәжірибелі мамандарды шақыру маңызды. Сондай-ақ деректерді жинау, талдау жасау, шешімдер қабылдау және жобалық процестерді реттеу кезінде түрлі әдістер мен құралдар қолданылады. Жоба барысында жобаға әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар үнемі бақыланып отыруы тиіс.
Сыртқы факторларға заңнамалық талаптар, халықаралық стандарттар, әлеуметтік және экономикалық жағдайлар, сондай-ақ бәсекелестік жағдайлар жатады. Ішкі факторларға компанияның құрылымы, корпоративтік мәдениет, инфрақұрылым және ұйымның ішкі коммуникациялық жүйесі кіреді. Жобаны басқару барысында оның табысты болуына қажетті критерийлерді анықтап, олардың барлығы орындалғанын бақылау қажет. Уақытында бюджетке сәйкес және тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша жобаны басқару маңызды болып табылады.